Суретті сканерлегенде видео шығу үшін ең бірінші Web Art Studio деген сайтқа кіреміз. Осы жерде начать бесплатно дегенді басып, Google аккаунт арқылы тіркелеміз. Добавить проект. Осы жерде распознавание фото дегенді басамыз. Light редактор дегенді басасыздар. Одан браузер батырмасын басасыз. Создать AR. Осы жерде пустой проект. Аст жағында неше түрлі суреттері арқылы істелінген бар, бірақ біздер жаңадан сурет істейтін болғасын пустой проект батырмасын басамыз. Осы жерде оң жағындағы жоғары жағында загрузить принтер деген батырма тұр, сол батырманы басасыздар. Батырманы басқаннан кейін дайындап қойған суретімізді жүктейтін шығады, яғни далее батырмасын басу арқылы. Одан кейін загрузка фото деген шығады, осы жерге өзіміздің жаңағы таңдап қойған суретімізді жүктейтін боламыз. Осы жерде использовать данные фото дегенді басамыз. Енді жүктелген суретіміздің үстіне видео қою үшін сол жақ жоғары бөлігінде видео деген батырма бар. Осы жерге загрузить видео деген батырманы басамыз. Жаңа дайындап қойған видеомызды осы суреттің әкеліп бетіне ыңғайлап қоямыз. Егер кішірейтіп қойсаңыздар кіші болып шығады, үлкейтіп қойсаңыздар полный бетті алады. Мен суреттің бетіне полный шығатындай қылып үлкейтіп қойдым. Осы жердегі жоғары жағындағы опубликовать батырмасын басу арқылы жариялайтын боламыз. Одан кейін бізге осындай QR кодпен сурет шығады. QR сканер арқылы немесе соткаңыздың фотосын апарсаңыз QR кодтың бетіне сайт шығады. Сол сайтқа кіресіздер. Бізге сканерленгеннен кейін осындай бет ашылады. Start AR батырмасын басамыз, және де разрешить батырмасын міндетті түрде басасыздар. Бізде камера ашылады, жаңағы суретіміздің бетіне апарып камераны қоямыз. Сол кезде камера бізде жаңағы суретімізді өзі сканерлеп алатын болады. Сканерлегеннен кейін көріп тұрғандарыңыздай жаңа біздің полный бетіне қойған видеомыз шығады.